Екі өлшемді кеңістікте лақтырылған дене қозғалысына қатысты сәл күрделірек есеп шығарайық. Бүгінгі жағдайда ұшыр денесі ретінде снаряд болсын. Оны платформадан зембірекпен атқызамын. Зембірек ол жерге орнатылатын ауыр қару-жарақ. Мүмкін пираттар немесе су әскері жайлы кино көрсеңіз, кемелерде көрген шығарсыз. Снаряд бір платформадан атылып, екінші платформаға қонсын. Ұшырылатын денені бұрышпен тұрған қарудан ауға жіберейік. Қару-жарақ шетіне қойып, ұшына жерден басталады. Ұшы платформа біткен жерден бітеді. Ол платформамен кездейсоқ бұрышпен тұрсын. 53-телік. Снаряд тұтқыдан атылған кезде 90 метр секундпен қозғалады. Сонымен қатар ұшырылатын биіктікті және де қонатын биіктікті анықтап жібергенде бірінші биіктік, яғни төменнен қарудың ұшына дейін, тұтқысының ұшына дейін биіктік 25 метр. Ал екінші платформаның биіктігі 9 метр. Енді біз дененің ұшырылатын және де қонатын биіктіктерін білеміз. Алдыңғы видеода ұшырылатын дене нөлдік деңгейден лақтырылып, нөлдік деңгейге қонған. Ал бұл жолы жағдай басқаша. Себебі ол 25 метр биіктіктен атылып, 9 метр биіктікте құлайды. Әртүрлі деңгейлер. Демек, снаряд тұтқыдан шыққан кезден бастап, гравитация әсерінен теріс үдеге ұшырай отыра, соңғы жылдамдығы бастапқы жылдамдығынан өзге болады. Бұндай есепті қалай шығарамыз? Ең әуелі, әдеттегідей жылдамдық векторын оның вертикаль және де горизонталь компоненттеріне бөлуден бастаймыз. Солайша, вертикаль компоненттен дене ауада қанша уақыт болатын табылады? Уақытты біле отыра, горизонталь компонентінен дене қаншалықты алысқа баратынын түсінеміз. Қаншалықты алысқа ұшады. Окей, жылдамдық векторы. Басында жылдамдық 90 метр секунд деп айтқанбыз. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 90 метр секунд. Мына бұрышы 53 градусқа тең. 53 градус. Қайтадан ауа кедергісі есепке алынбайды. Бірден вертикаль жылдамдықты анықтап кетуге болады. Бұрышқа қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы ол синус. Сондықтан синус 53 градус. Y компонентінің модулі, яғни мәні, бөлінген гипотенуза. 90 метр секунд. В Y екі жағын бірдей 90 метр секундқа көбейтеміз. Солайша 90 метр секунд. Көбейтілген синус 53 болып шығады. Ары қаратай горизонталь компонентінде анықтап қойса да болады. Бұл дегеніміз бұрышқа сыбайлас катет. Ал сыбайлас катет пен гипотенузаның қатынасы косинус, яғни косинус 53 тең болады. Горизонталь жылдамдықтың мәні бөлінген 90 метр секунд. Қайтадан 90 метр секундқа көбейтіп шығамыз да. Vx-ің неге тең екені көрініп тұрады. Өткендегідей, дене қонғанда, ұшырылған сәттегі вертикаль жылдамдыққа тең жылдамдыққа ие деп айта алмаймыз. Өйткені деңгейлер екі түрлі. Мына жерде 25 метр, мына жерде 9 метр. Орын ауыстыру формуласы бұл жағдайға жарамды. S тең бастапқы жылдамдық көбейтілген дельта Т қосу үдеу көбейтілген дельта Т квадрат бөлінген 2-ге. Есеп шығарудың бірінші қадамы уақыт табу. Уақыт табу үшін вертикаль компонентті қолданамыз. Сондықтан да вертикальдан бастаймыз. S, Y неге тең? Орын ауыстыру соңғы биіктік пен бастапқы биіктіктің айырмашылығына тең. Сондықтан да 9-дан 25 метрді алсақ жеткілікті.
солайша минус 16 метр. Яғни теріс мәнге ие болғаны ол бастапқы нүктеден төменірек түсті деген сөз. Қалғанын формулаға қоя саламыз. Минус 16 V0-дің орнына осыны жазамыз. Яғни 90 көбейтілген синус 53 градус көбейтілген дельта Т. Қосылған вертикаль компонентке гравитация әсер еткеннен оның үдеуі 9,18-ге тең болады. Алайда төмен болған соң ол минус 9,18. Оны 2-ке бөлсек, минус 4,19 қалады. Көбейтілген Т квадрат. Енді не істеуге болады? Дельта Т-ны жақша сыртына шығарсақ, есеп шығарылмай қалады. Бірақта шыққан көп мүшеге дұрыстап қарайтын болсаңыз, оның квадраттық теңдеумен ұқсастығына көз жеткізе аласыз. Сондықтан, осы жолы теңдеу шығарамыз. Алдымен бүкіл шамаларды бір жаққа жинау қажет. Минус 16-ны 10 жаққа көшірсек, плюс болып барады. Яғни екі жерінде минус 16-ға қосамыз. Жерде 0 тең болады. Дәрежесі үлкен мүше 6-ға шығады. Сондықтан минус 4,19 көбейтілген дельта Т квадрат. Бірінші жазамыз. Екінші боп 90 көбейтілген синус 53 градус көбейтілген дельта Т болады. 90 синус 53 дельта Т. Және қосы 16. Теңдеуді шығару нәтижесінде екі жауапқа тап боламыз. Алайда екеуі де дұрыс жауап ретінде жарай бермейді. Себебі олардың біреуі теріс мән. Ал уақыт теріс мәнге ие болғаны бұл жағдайға жарамсыз. Себебі біз уақыт алдыға жүргендегі жолды анықтағымыз келеді. Солайша 10 шыққан сан ғана маңызды. Квадраттық теңдеуді барлығымыз білетін дискриминант әдісімен шығарамын. Екісіңізде болмаса дискриминанттың формуласы келесіде болады. Дискриминант тең b квадрат азайтылған 4ac. BAC айнымалылардың алдында тұрған коэффициенттер. Және де 16. Сәйкесінше b дельта Т-ның алдындағы коэффициент, a дельта Т квадраттың алдындағы коэффициент, ал c ол сан. Жай ғана санымыз. Плюс 16. 90 көбейтілген синус 53 Т квадраттаймыз. Одан 4 көбейтілген минус 4,19 көбейтілген 6-ны азайтамыз. Көмекке калькуляторымызды ашамыз. 90 көбейту синус 53 градус. Жашан жауап квадраттаймыз. Азайтылған 4 көбейту 4,19 көбейту 16. Жауап 5479,193. 5479,193. Аха. Арғарта еттік. Белгісіз айнымалыларды табу ғана қалды. Олар еке болады. Дельта Т1 және дельта Т2. Минус b қосылған немесе азайтылған. Түбірасты дискриминант. Дискриминантты білеміз. Бөлінген 2a. Жақсы, бірінші жауапты көрейік. Мүмкін дұрыс болып қалар. Минус b минус 90 көбейтілген синус 53 градус. Қосылған түбірасты жаңағы санымыз. 5479,193. Бөлінген 2 көбейтілген минус 4,19. Жақсы, ол бізде неге тең? Минус 90 көбейтілген синус 53 қосылған түбірасты
5479,193. Мұқият қарасаңыз, үстінде оң сан, астында теріс сан шығайын деп тұр. Оң санды теріс санға бөлсек, теріс сан шығады. Ал бізге керегі оң жауап. Сондықтан да ары қаратай шығармаса да болады. Бірден екінші жауапқа көшейік. Дельта Т2 тең -90 бөлген синус 53. Тура сол, бірақ та бір айырмашылығы мына жерде минус болады. 5479,103 бөлу 2 көбейтілген -4,19. -90 көбейту синус 53 азайтылған түбір асты 5479,193 алынған санды бөлеміз -9,18-ге. Дельта Т2 14,189-ға тең. Егерде дөңгелектесек. Соңғы қадам дененің қаншалықты алыс ұшқанын табу, яғни горизонталь жылдамдықты алынған уақытқа көбейту. Тез жазып тастайық. Sx тең болады v орташа vx орташа көбейтілген дельта Т. Горизонталь жылдамдық тұрақты, сондықтан да осындай қарапайым формулаға сала салсақ жеткілікті. V орташа ол косинус 53 градус көбейтілген 90. Көбейтеміз дельта Т-ға 14,189-ға. Калькулятор оның неге тең екенін айтсын. Косинус tasалып тастайық. Косинус 53 көбейтілген 90 көбейтілген 14,189. 806 метр. Дене 806 метр қашықтыққа орын ауыстырды.